Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар? Бүгінгі ата-аналар жиналысын бастайық. Жаңа оқу жылында балаларды оқыту туралы. Ата-аналар жиналысының мақсаты коронавирустық инфекцияның таралуына жол бермеуге байланысты карантиндік шаралар жағдайында жаңа 2020-21 оқу жылындағы оқытудың ерекшеліктері туралы ата-аналарды хабардар ету. Ата-аналар жиналысының күн тәртібінде қашықтан оқытуды жүзеге асыру, білім беру интернет платформасымен таныстыру, жаңа оқу жылында білім алушыларға бағалау жүйесін қадағалау, баланың оқу режимі және демалыс туралы мәліметтер беру, балалардың интернеттегі жұмысын ата-аналардың бақылауы ережелерімен таныстыру, ата-аналармен балалардың қарым-қатынас психологиясы туралы айтамыз. Құрметті ата-аналар, оқушылардың оқу жетістігін бағалау, коронавирустық инфекцияның таралуына жол бермеуге байланысты шектеу шаралары бойынша өзгерістер енгізілді. Бірінші сынып оқушылары бағаланбайды. 11-ші сыныптар пәндер бойынша оқушылар оқу жетістігінде күнделікті формативті бөлім бойынша жиынтық бағалау, бұдан ары БЖБ деп айтамыз, бірінші 90-дық жиынтық бағалау, бұдан ары қарай ТЖБ деп айтамыз. Яғни 5-15 қазан аралығында 2 және 11-ші сыныптарда БЖБ, 28 қазаннан бастап 2 және 11-ші сыныптарда ТЖБ өткізу ұсынылады. Әр мектеп өз кестесіне байланысты оңтайлы уақытта өткізеді. Оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау электрондық журналда, электрондық журналдар болмаған жағдайда қағаз журналдарға жүзеге асырылады. Міне бұл оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау туралы. Келесі оқушыларға арналған оқу тапсырмаларының болжамды көлемі. Сіздер көріп отырғандай кестеде өте анық берілген. Қазақ тілі сабағында бір ауызша жаттығу 65-75-ке дейін сөз есте жазуға. Қазақ әдебиетінен 2-3 бетті оқу, яғни бір жаттығу. Орыс тілінен сабақ тақырыбы бойынша бір ауызша жаттығу, бір жазбаша жаттығу. Ағылшын тілінен сабақ тақырыбы бойынша ауызша жаттығу, бір жазбаша жаттығу. Математика сабағында бекітуге арналған 2 сөз есеп, 6 өрнек немесе аналогия бойынша 2 сөз есеп немесе бекітуге арналған 2 сөз есеп немесе 10 есеп дейді. Информатика сабағында бір интерактивтік тест тапсырмасы, 2-3 сұраққа жауап беру немесе бір практикалық тапсырма. Жаратылыстану сабағында бір параграф, 2-3 беттік немесе тақырып бойынша бір бейне ресурстарын көрсету. Бір Қазақстан тарихы мен дүниежүзі тарихынан бір дұрыс жауапты таңдаумен бір тест тапсырмалары немесе сабақ тақырыбы бойынша кестені толтыру дейді. Міне бұл, құрметті ата-аналар, оқушыларға арналған оқу тапсырмаларының болжамды бөлігі болып табылады. Келесіде, құрметті ата-аналар, оқушылардың оқу күнін ұйымдастыру бойынша ұсыныстар. Синхронды және асинхронды форматты сабақты ескере отырып, сабақ кестесін сақтау және оқу күнін жоспарлау. Оқу материалдарын оқу, игеру және бекітілген кестеге сәйкес пәндер бойынша оқу тапсырмаларын орындау. Жауаптарды интернет платформалардың электрондық журналдың мүмкіндіктері арқылы тіркеу немесе электрондық пошта арқылы жіберу. Тапсырмаларды орындау мұғалімнің түсініктемелеріне оқып, ұсыныстар орнату. Сынып жетекшімен үнемі байланыста болу. Келесіде қашықтан оқыту бойынша ресурстер, теледидар, қазақ тілінде бізде балапан арнасынан сағат 9-дан кешкі сағат 6-ға дейін беріледі. Уақыты 10-15 уақыт аралығында, 10-15 минут уақыт аралығында. Мектеп формасы туралы талаптар, мектеп формасына қойылатын талаптар сақталады. 2020-21 оқу жылына қатысты міндетті мектеп формасына қойылатын талаптарға өзгерістер енгізілді. Санитарлық ахуалға ескере отырып, шектеу шаралар кезеңінде оқушылар сабақтарға ыңғайлы киіммен ғана қатыса алады.
Оқу үрдісін ұйымдастырудағы жауапкершілік. Білім беру ұйымдарының жауапкершілігі дейді. Ата-аналарды немесе заңды өкілдерді оқытудың, оның ішінде қашықтан оқытудың шарттары мен ерекшеліктері туралы хабардар ету. Компьютерді, интернетті қауіпсіз пайдалануға байланысты ұсынумен танысу. Білім алушылардың құрылғылармен, ақпараттық ресурстармен қамтамасыз ету. Білім беру бағдарламаларын орнату, педагогтардың оқу сабақтары кестесін сақтау. Қашықтан оқыту технологиясын пайдалана отырып, оқу үрдісінде оқушыларды ұйымдастыру. Ата-аналардың жауапкершілігі. Баланы қашықтан оқыту үшін қолайлы жағдай жасау. Компьютер мен интернет қауіпсіз пайдалану жөніндегі ұсыныстардың орындалуын бағалауды қамтамасыз ету. Баланың оқу кестесі мен тапсырмаларын орындауын бақылауды қамтамасыз ету. Мектепте байланыста болу. Егер отбасы білім беру үйімен қажетті техниканың қамтамасыз етілген жағдайда, жабдықтың сақталуы мақсатты пайдалануын қамтамасыз ету. Міне бұл ата-ананың жауапкершілігі. Оқушылардың жауапкершілігі. Сабақтарға күнделікті қатысу, тапсырманы күн сайын өздігінен орындау, оның ішінде білім беру ұйымы белгіленген қолжетімді байланыс құралдары арқылы қосымша цифрлық білім беру ресурстарын пайдалану. Сынып жетекшімен және пән мұғаліммен байланыста болу. Оқу материалын толық игеру, сапалы білім алуға ұмтылу. Және компьютер мен интернетті қауіпсіз пайдалану жөніндегі талаптарды орындау. Ата-аналарға кеңес ретінде сіздерге балаларыңыздың интернетте немесе айналасындағы туралы хабардар болыңыз. Олардың өзіңізден бұрын қолданбаған қосымшаларды қолдануға үйретуді сұраңыз. Пайдалы сайттарды, танымдық ресурстарды ашуға үйретіңіз. Ақпаратпен танысқаннан кейін не қызықты екенін сұраңыз. Балаңызға өздері туралы ақпаратты желіде орналастырмау керектігін түсінуге көмектесіңіз. Интернетте кейбір адамдар өтірік айтуы мүмкін, және өздерін басқа адамдардың атынан көрсетуге мүмкін екендігін түсіндіріңіз. Балаларыңызбен үнемі сөйлесіп отырыңыз. Интернеттегі басқа адамдардың іс-әрекеттеріне қалай дұрыс әрекет ету және жауап беру керек екендігіне кеңес беріңіз. Егер біреу желіде ренжісе немесе агрессивті мазмұндағы материалды көрсе, балаңыздағы дұрыс жауап беруге үйретіңіз. Сіздің балаларыңыз қолданатын компьютердер жасына қарай зерделеу құралдарын орнатып, дұрыс үйренуге, дұрыс қолдануға көз жеткізіңіз. Балалардың интернет жүйесіндегі жұмысын бақылау. Компьютерді көрінетін жерге қойыңыз. Сабақтан тыс уақытта интернетпен ойын уақытын шектеңіз. Балаларыңыздың интернетке кіруіне тарихына қызығушылық танытыңыз. Интернетке кірген балаңызбен компьютерде немесе мобильді құрылда көрінетін немен айланысатыны туралы сөйлесіңіз. Балаларға компьютерді тиімді уақыт өткізуге және нақты дағдыларды игеруге ұсыныңыз. Үлгі болыңыз. Балалар көбінесе ата-аналарының мінез құлқын қайталайды. Назарларыңызға рахмет, құрметті ата-аналар.